Бір жасағаннан ақ шығатын дәмді әрі сочный чебурек дайындаймыз. Қамырын илеу үшін ыстық суымызға тұзымызды салып, жақсылап араластырып, ұнымызға құямыз. Кішкене сұйық майымызды құямыз да, барлығын жақсылап араластырып, біркелкі қамыр илеп аламыз, қолға жабыспайтындай. Илеп алған қамырымызды 20 минутқа демалдыруға қойып қоямыз. Оған дейін біз салмасын дайындайтын боламыз. Фарштың үстіне блендерден өткізілген пиязымызды салып, үстінен су құямыз. Және дәміне қарай тұзымыз бен бұрышымызды қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Оған дейін қамырымызды дайын болды. Қамырымызды сопақша формаға келтіріп алып, шамамен әр қайсысын 50 граммнан бөліп аламыз. Ал енді қамырымызды жаюды бастаймыз. Барынша жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Жайылған қамырымыздың ортасына салмамыз салатын боламыз. Салмамыз шикі болып қалмас үшін барынша қасықпен жұқалап